Уа Раббым, сенің ризалығың үшін ораза ұстадым. Саған иман етіп, саған тәуекел еттім. Сенің берген ризығыңмен аузымды аштым. Шөл кетті, тамырлары суланды. Алла қаласа, сауабы қалды. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін міне біз ауызашар жасап отырмыз. Бүгінгі ауызашарды аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Оразаға аман-есен жеткізген құдіреті шексіз, Алла тағалаға шексіз рахым болсын. Мұсылман қауымы үшін жылдың ең қасиетті әрі мереке айы Рамазан айы құтты болсын. Бүгін міне Аллаға құлшылық еткен жамағатты жинап, ауызашар беріп отырған Гүлнара Қасымжанқызына Алла тағала үлкен сауаптан жазсын. 12 айдың сұлтаны болған Рамазан Алланың ерімі түгіл, жұмақтың есігі айқара ашылатын, сауаптар еселеп жазылатын шарапаты мен шапағаты молайтын бірі. Оны сонау ғасырлардан бері әлі деп айтып келе жатыр. Біз енді осы Гүлнара ханыммен бір жылдай болды танысып қалдық. Сол жылдардың ішінде бұл кісінің өте жақсы қасиеттерін көріп танып, адам баласына деген жақсылығын байқап көріп, ерекше бір сезімдерге бөлендік. Мен өзім журналистпін, Қазақ радиосының, Азаттық радиосының және көптеген телеарнамен басылымдарда жұмыс істеген Алмас Ерқали қыздарымыз боламын. Кей кездерде мына өлең жазып қоятын әдетіміз де бар. Сондай бір бүгін Гүлнара әпкемізге бір тамаша ән жазған болатынбыз. Оны Болат Ашықбаев деген композитор, музыкасын жазған, сөзін жазған менмін. Ал орындауда Елемес деген біздің ағамыз. Аяуласынымсың Гүлнара, жалғанармен айнала, көргенге мінезің сай жан екенсің, алаулайды от кеудем сағынышта.
oranı almışlar, kavun, alırım bir bana bir kavun, istasyonlara alma, ama o sabah pazarının kısımlı odasında büyük zamanımız kısımlı oturmak kursuslarının ortasında benim bilgilerimizi mengenai arkadaşlarımla aktifin ilgisi ama bu zaten uğraşlardan ilgilerini sağlık ağırlayıp bağışlamalar görevlerimizi bilgileri çok gibi olarak ağırladan sıramı bahsettiğim değer ağırlıyorsun. Beraber amaçlı kurtarımda oynaştırıp Құрметті қонақтар, бүгінгі ораза айында ниеттеніп ұстағанымыз қабыл болсын. Әлеміздің шаңырақтарына, отбасыларымызға жақсы тілеймін. Біз енді бүгін шамамен 5 жылдан асып қалды, бірге Балжан фестивалінің арқасында танысып, отбасылық достар болып келе жатырмыз. Өте қуаныштымын. Өткізген сіздің осындай тек қана ауызаша емес, бірақ керемет бір сондай демалып отырмыз. Өліммен, әнмен қандай керемет өте жақсы үйлесімдік. Сондықтан мен қуаныштымын. Осындай сіздерге қарап өзімізге бір уақыт өзімізді басқалай тәрбиелеуге тырысып кетеміз. Бәрі жағынан қолға келеді. Үйде билейсіз, өлең де айтасыз, бәрі жағынан сегіз ғана бастады дейді ғой. Сондықтан мен мынау ораза осылай өте керемет ай. Сізге үлкен рахмет. Жауап алланың кітабына қойып жазылсын. Өзім соған қосыламын. Өзіме екінші ораза сәттен жатырмын. Сондықтан енді ойлаған тілектеріміз бәрі қабыл болсын. Балаларымыз мемлекеттік аман болсын. Ұйықтардың перуанысының ауызға шығып қабыл болсын. Осы кісілер ораза ұстаған кісілерге айтарым, оразаларың қабыл болсын. Бала-шағалар аман есен болсын. Қосақшамыз қойшыларға жақсылыққа жиналсын. Өзім бүгінгі целый поездге қатыссын. Мына жерде видеолар көріп жатырмыз, киноларында ішінде бәрі. Костюмдарын көз қойып, ешкімде костюм жоқ. Кинолардың билегеннің, өлең айтқанның, прямо национальный болады. Артист болса, бүгінгі выставкашылығы метафизикаларында көрсетіп жатырсың. Бәрі өзінің тозын, өзіне бердің. Егер алға бассын, отбасын аман есен болсын, бала-шағаның ерлігі аман есен болсын. Жылға осылай тастаған басына бәріміз аман есен қоса берейік. Гүлзара, матушка моя дорогая, я тебе желаю самого крепкого счастья, самого большого для нас, нашей молодости, здоровья. Чтобы ты нас радовала своими танцами, своими песнями. Мы рады за тебя. И весь мир желаем счастья, добра. Даже все твои внуки тебя радовали. А бедная Кай, может, аукусу. Соның ішіндегі көп адамдар жоқ кітаптардың ішінде мыналардың көбісі ерекше болса тақпаққа айтып Турцияда, Қытайда, Самарқандта, Москвада, Дмитров, Петросовда басқа жезқазған, Шымкент, Түркістанда болдым. Сол осы тақпағын сіздерге айтып кетейін дедім. Бай кейін ол бөлінбей, бірге жүрші Ербай. Мұхаммед Алейхиссалам пайғамбардың үмметі болып, аузынан Алланың сүріне шайды. Бес парыз намазының бекістейін, білмеуші бөліспейін. Адамзат, иманның үлгісі, шариғат, ол да қалмай иманның үлгісі. Биыл жылы үлкен, осы 50-60-70 жастағы
арасында би байқауын өткіздім. Сол би байқауында Күнара Қасымжанқызы өз осы жүргізген додада бәрін жеңіп шығып бірінші орын алды. Бұрын да Умуртарияда да осы би ансамблінде конкурсында бірінші орын алған. Ол кісінің қазір 64 жасқа келсе де сондай өнегелі өмір сүріп, өмірін өрнекке айналдырған тамаша жан болғаннан кейін болар. Ерекше деген бір көзқарас, бұл кісіге деген үлкен құрмет күннен күнге менің бойымда баурай бастады. Сондықтан да осы біраз жылдың ішінде ешқашан кездесе бермейтін, бола бермейтін құбылыс орын алды. Ол бір жылда бір Күнара ханымға 2 әннің шығуы болды. 2 Күнара әнді жаздым кісіге. Біреуі енді сондай бір ерекше сәттілікпен шықты десек болады. Жолда машинада келе жатқан бойымнан бір ерекше толқын, ерекше сондай шабыт орын алып, машинамды қоя салып, қолыма қаламды алып, сол жерге өлең жазып едім. Төгіліп бір тамаша жыр келді. Сол жырды жазып, бірден осы Қазақстанның және Ресейдің мықты композиторлар Дидар Төлеғалиев деген сол азаматқа осы мен бір тамаша өлең шықты, осыған музыка жазып берші деп жібердім. Ол өлеңді оқып, маған бір күннің ішінде әнді жазып қайтадан жіберіп отыр. Өлең мен ән сондай бір-бірімен қабысқан, жүректі сондай керемет тебірентеді. Қуанғаннан және де Күнара Қасымжанқызы бізге ешқандай өлең жаз деп айтқан жоқ. Ондай біздің қасиетіміз бар, өлең жазатын сол қайдан енді ғана танысып жүрген адамбыз. Бізге және таңғалып қалды осы. Алдында бір ән жазып едіңіз, енді қайта ән жазасыз ба деп. Сондықтан енді сіздің образыңызға, сізге осындай тамаша ән туып тұрса, неге қайта жазбасқа? Ол деген екінің біріне берілетін бақыт. Сізге осындай Алладан Тәңірден үлкен осындай жыр, бақыт, үлкен сый келіп отыр. Соны сіз де мен де қабылдауға міндеттіміз деп және жібердім. Ол ән Күнара ханымға өте қатты ұнады. Сондықтан біз ол қатты бір және өлеңді Бақыт ханымға әншіге жібердік. Бұл сайтты мен өзім музыкантым және әннің жақсы жаманын ажырататын арнайы маман бар. Сол кісі бір сындап көрсетеді. Содан Бақыт ханым алып, ол кісінің де ән жүрегінен шығып, өзінің жолдасы, кейде сарапшы, қоғам қайраткері және осы көптеген өзі әнші, композитор Берік ағамызға, Биханға беріп, осы әнді жарыққа шығарды. Осы бір әнді де өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз. Sen
әрқашанда бәрі өзіміз көп болып отырмыз. Әрқашан балалардың жақсылықтарына, немерелердің жақсылықтарына біреудің осы өнерден былай алға жүре беріңіз, аман есен болыңыз, тек қана үйіңізде той болсын. Өте қуаныштымын, осыларымызға той организациялар ауызекі болып тұрғанында өзі очень творческий, веселый человек, человек веселья, после әрқашан веселый болып жүргеніміз арасында тек қана осындай осындай жақсы творчество осындай керемет ғажайып дүниелерді көрсетіп жатыр, шығарып жатыр халқымызға. Оның бәріне күш қуат керек, оның бәріне өнер керек, ақыл керек, ес керек, сана керек. Сондықтан сізге көп рахмет. Бізге тамаша кеш сыйлап жатсыз. Оразаларыңыз қабыл болсын, құрметті ағайындар. Барлығымыздың тілеген дұға-тілектерімізге қабыл болсын. Осы оразаның көңіл тілейтініміз жақсылықты. Сол жақсылықтардың бәрінің қабыл болуына Алла нәсіп етсін. Бүгінгі күннің өзі бір жақсы керемет отырыс болып жатыр. Қабыл болсын. Тілеген дұға-тілектеріміз бәрі Алла қаланы салына айдасын. Сізге мың деген сауаптардан жазсын Қасымжанна. Шын ниетім, шын керек. Тамаша өте балаларымыздың арасында қолдап, сіз жанымызда жүріп жүр. Бүкіл халық қолдап жатырсың, сізді жүріп жолдастарыңыз, жүрек жастарыңыз, сыйластастарыңыз, мынау әріптестеріңіз барлығы ниетсіз. Мұны Алланың бересі жақсылығын білмеді. Ниетіңізде, кейін жүргеніңізде. Бұндай осы жерге жүру керек, егердің бұның болған не осы жерге жүру керек. Жақсы рахмет баршаңызға. Салынған оразамыз бәрімізге қабыл болсын. Сіздермен ниетімізді қабыл етсін. Оразадан оразаға аманымыз ежелейді. Сізге үлкен рахмет. Әрдайым осы көпшілік оразамызға жарыққа езген бәрінің басын қосып, осылай қызықты өткізесіз. Сізге үйренетін көп дүние бар. Балаларыңызды қасыңызда ертіп, аузыңызға қаратып, айтқаныңызды істеп отырғанның өзі ол деген үлкен дүние, ол үлкен тәрбие, екінің қолынан бірін келетін нәрсе. Өте қуаныштымыз біз үшін. Еңбегі жаңа берсін әрдайым. Жұмысыңызға апарып берсін. Насып отқан дүниеңіз бар, сізге деген үлкен керемет нәрсе, сіздің возрастыңызға вообще енді таңғалатын нәрсе. Бізге қызық, сізге ұқсайтын нәрсе көп, бізге сізден үйренетін нәрсе бұл. Осылай жақсылық бола берсін, аман бола. Келесі оразаға басымыз аман, деніміз сау болып жетейік. Әлем, шертеді әлем, ярым көкбес арасы, аққудай арман үйге бір ауан, аттарымсыз жарасып, алқанардан берден асып, қалықтап бара жатыр. Адамдар күндер аңсағанын оразалы қарғады. Алқанардан берден асып, қалықтап бара жатыр. Адамдар күндер аңсағанын оразалы қарғады. Арманымыздей, үмітіміздей, тағдырлар қалмай жағады.
деген сөз айыпты дейсің. Кім айта алады? Арабтың сөзінен кірген сөз тыйым дегенде әр нәрседен жаманшылықтан тыю деген мағынаны береді. Алғашқы жеңімпазымызды марапаттап қойсақ, оразаның парыз ететін шарттары қандай адамдар ұстайды оразаны? Жастар балиғатқа толған жасы ер балаларға 15 жастан, қыз балаларға 12 жастан және босатылатын оразадан омыраудағы балалары бар келіншектер немесе аяғы ауыр келіншектер немесе мүгедектер қалған бүткіл мұсылман қауымы ораза ұстауға парыз. Әрпінен басталатын бес мақал мәтел. Біздің ата-тегіміз айтып кеткенбіз, бәріміз имам болмаймыз, имамның орнын алуымыз керек. Мешіттегі отырғандардың әрбір сөзіне мән беруіміз керек. Не айтып жатыр деп, соны орындауымыз керек. Ер азаматтарымыздың алдынан өтпеуіміз керек. Қызға 40 үйлен тыю, қар жауады, іс басылады деген қызы бардың назы бар. Жанымды алсам жанымды ал, қадірімді алма дейді ғой. Мұсылманның бес парызын кім айтып береді? Ораза ұстау, екінші парыз намаз оқу, үшінші парыз меккеге бару, төртінші парыз садақа беру, иман келтіру. Maşallah,
баба деген үлкен қор бар. Бұл осы тәуелсіздігімізді алғаннан бері үлкен жұмыстар атқарып келе жатыр. Елімізде дамуына өркендеп өсуіне үлкен жағдайлар жасаған, соның дамуына үлес қосқан адамдарды марапаттаумен де айналысып келеміз. Мәселен, Европада Сакрат деген орден бар. Ол орденді біздің қазақ халқының елінің мықты азаматтарының кез келгенінің мойнынан көруге болады. Біз осы мақсатта Бәйтерек баба қоры неге біздің азаматтар, белгілі азаматтар тек қана Европаның орденін мойнына тағу керек? Неге Европа қазақтың орденін мойнына тақпайды деген мақсатта Камерис деген біздің бүкіл сақ патшайымы бар. Елімізді, жерімізді қорғауға орасан зор үлес қосқан, жеңілуді білмейді деп хан бөктеріп әлемді жаулап алған күйеудің басын кесіп, соны ханға бөктерген біздің қасиетті Томирис бабамызды осы ел анасы деген орден жасап, Бәйтерек баба соны былтырғы жылы Европаның француженканың мойнына алғашқы тақтық. Бұл үлкен біздің жетістігіміз. Және іргедегі қырғыз халқының және осы онда ең ұлы жазушының біреуі бар. Шыңғыс Айтматованың бәріміз білесіздер. Соның жалғыз қарындасы Роза Айтматова алды. Және Түркиядан үлкен Имас деген кәсіпкер жігіттің анасы алды. Соған біз осы орденді халықаралық дәрежеге жеткіздік. 2018 жылдан бастап осы халықаралық арасында беріліп келе жатқан орденді міне біздің сіздердің орталарыңызда 2 адам алған. Біреуі Гүлсара ханым, міне ұлы дала ел анасы Томирис. Қазір образымен бүкіл қазаққа танылып жүр. Екінші осы Нұрсейітова Гүлнара Қасымжанқызы. Олсын қоғамда жасаған үлкен еңбектері үшін осы міне 3 ұрпақ өсіріп, тіпті айтады ғой, ең әлемнің мықты Оксфорд деген білім деңгейінде ең рейтингісі жоғары 10 университеттің бірінің қатарына кіретін Оксфорд университетінде бала оқыту жалғыздықта анаға оңай емес. Осындай керемет өнегелі ұрпақ тәрбиелеген, 3 баласынан 11 немере сүйіп отырған ардақты анамызды және өзіне жалғыздықты міндет жыламай, біреуден көмек сұрамай өзі елге қайырымдылық жасап жүргені үшін міне осы ұлы дала ел анасы орденімен марапаттаған боламыз. Осыны міне көріп шықсаңыздар. Бүгін соны мақтанышпен анамыздың мойнына таққым келіп отыр. Гүлсара ханым, өзіңіз келіңіз. Міне 2 анамыз да ұлы дала ел анасы атанып отыр. Бұны алу оңай емес, қаншама жасаған қайырымдылық шаралары үшін, үлгілі ұрпақ тәрбиелеп өсірген үшін бүгін міне осындай үлкен марапаттың иесі Гүлнара ханым. Қоғамдық қызметі мен қайырымдылық шаралары үшін ұлы дала ел анасы деп атаймыз. Орденнің иегері Нұрсейітова Гүлнара Қасымжанқызы марапатталды. Әлі де Алла суларыңыз биік болсын, балаларыңыз халықтың ең мықты азаматтарының бірі болып таныла берсін, ел іргесін, ел тірегін ұстайтын азаматтар болсын. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз, ұлы дала ел анасы. Осындай ұлы дала анасы болыңыз. Осындай жақсылыққа қона берсін. Елімізді әлде көп еңбек
тілектестік.